Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ашытқысыз жасалынатын өте дәмді бауырсақ жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Міне осындай жұмсақ болып, әдемі болып шығатын болады. Алдымен бізге үлкен кесемен 1 кесе айран, немесе 1 бокал айранға 1 шай қасық ас содасын салып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткен соң оған 1 ас қасық майонез, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер салып араластырамыз. Сосын електен өткізілген ұнды қажетінше салып, қамыр илейміз. Қатты болып қалмасын, қатты қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап илеп, бетін пищевоймен орап, 45 минут шамасында қалдырамыз. Уақыт өткен соң қамырымызды қатты жұқа етіп жібермей, қалың етпей жайып аламыз. Видеодағыдай кесіп, қызып тұрған майда орташа отта 2 жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді бауырсақтардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Умида.